сәлем, каналыма қош келдің. Сенімен бірге мен Елбесоя. Бүгін мен сені ұйықтататын боламын. Яғни мына кітаптағы түрлі өзім таңдап алған 5 әңгімені оқып беретін боламын. Ал мен осы видеоны түсіріп болғаннан кейін, барлық әңгімені оқып болғаннан кейін сенімен бірге ұйықтауға жататын боламын. Мен ұйықтауға дайындалдым. Макияжсызбын, макияж бәрін сүрттім. Бетімді жудым. Сен де ұмытпа. Егер әлі жумасаң, барып жуып кел макияжыңды. Және түсімді түсіп алдым. Сен де түсіп ал. Сонымен қатар өзімнің түнде киетін пижамамды киіп алдым. Мен ұйықтауға дайынмын. Тек осы 5 әңгімені оқып болғаннан кейін осы қазақи сырғамды шешемін де ұйықтаймын. Өйткені қазір сағаттың неше екенін білмей қойған дұрыс. Ендеше бастайын, я? Осы 5 әңгімені мына кітаптан оқитын боламын. Қазақ балалар әдебиетінің классикалық үлгілері. Қазақ балалар әдебиетінің классикалық үлгілері. Қазақ балалар әдебиетінің классикалық үлгілері. Осы кітаптың екінші бөлімі. Ең сондай жеңіл әңгімелерді таңдадым. Оқуға, түсінуге оңай болатындай. Ең біріншісі Қара құлып. Қара құлып. 189 бет. Қара құлып. Екіншісі Қытық қайдан шығады. Қытық қайдан шығады. 194 бет. Кейін сөмке. 320 бет. Ұмытшақ. 321 бет. Және кешірім. 330 бет. Осы 5 туындыны оқитын боламын. Ендеше ең біріншісінен бастайық. Қара құлып. 189 бетті ашамыз. Міне 189 бет. Қара құлып. Сайын Мұратбеков. Біздің үйде сыртын әшекейлеп сырлаған үлкен ала сандық бар. Сандықтың іші неше түрлі кәмпиттерге толы. Бірақ сол сандықтың аузында үлкен кісінің қос жұдырығындай қара құлып тұрады. Қара құлып елшеген, тастай суық, сүйкімсіз қылып, сіп-сілдей ауырақ. Апам ол сандықты тым сирек ашады. Онда да үйге қонақ келе қалғанда дастарқанға жақсы кәмпит салу үшін ашады. Жайшылықта құмартып жүретін кәмпиттерді мен де тек сол уақытта жей аламын. Бір күні біздің үйге апамның бауыры келді. Ол кісі өзімен бірге Жақан деген баласын да ала келіпті. Жақан менен бірер жас үлкен. Біз мәре-сәре боп қуанысып қалдық.
Жақанның келгеніне әсіресе мен қатты қуандым. Апам шай әзірлеп, дереу әлгі сандығын ашты. Оның ішінен тәтті кәмпиттерден уыз-уыз қылып дастарханға салып жатыр. Менің жоғары жағында сандыққа мойнын соза қарап отырған Жақан. Кәмпиттерім көп екен, деп қояды. Сол күні түстен кейін Жақан екеуміз де оңаша қалдық. Кел, кәмпит алып жейік, деді Жақан. Қара қылып ше. Пішті, сөз бе солда, деп Жақан сирек тістерінің арасынан шырт еткізіп қойды. Кәне, маған шеге тауып берші. Мен оған құлыпты бұзуға болмайтынын айтып едім. Ол, әй, өзіңнің кәмпит жегің келе ме? Деді. Я, ендеше неге тұрсың? Бар, тез бірдеңе әкел. Мен жүгіріп барып, қорадан шеге алып кел. Жақан тағы да шырт еткізіп түкіріп қойып, қазір сенің қара құлпыңды, деді де, шеге құлыптың тесігіне салып жеріп, бұралақтатып айналдыра бастады. Мен оның бұл ожарлығына қайран қалып қарап тұрмын. Қара құлып өзі сілдей ауыр құлып. Мәссаған, ашылды да кетті. Ала сандықтың ішіндегі орау кәмпиттерге Жақан екеуміз қойын қонышымызды толтырып алдық та зытып тұрдық. Кешкісін апам қабағы түсіп, бізді жабырқау қарсы алды. Бірақ ұрыспады. Қара құлып өзі сілдей ауыр құлып, ала сандықтың үстінде жатыр. Апа, сандықтың аузын неге жаппайсың? Дедім, мен бірде шыдамай. Жауып қайтсем, бәрібір сен құлыпты ашуды үйреніп алдың ғой, деді апам. Ақылың бар болса, кәмпитті сұрап жерсің. Ақылың жоқ болса, ұрлап жей бер. Мен не дерімді білмей, ұялып төмен қарадым. Содан былай ала сандықтың аузына құлып салынбайтын болды. Ал мен апамның рұқсатынсыз кәмпит алмайтын болдым. Енді бір күні қара құлып, ешкімге керек емес болып, қораның бұрышында жатыр екен. Қытық қайдан шығады? Қытық қайдан шығады? Жабақ бір күні таң атпай тұрып алып жылады. Осы кезде апасы оянып, неге жылап отырсың, алтыным? Деп сұрап еді. Баласы, қытығым келіп отыр, деп әндете берді. Қытығы келсе жылай ма екен? Күлмей ме, көкесі? Деп таң қалды апасы. Қытығым әлі келген жоқ, бірақ келетін уақыт болды. Қытығым келгенде қатты күлем, содан қорқып жылап отырмын, деді жабақ одан әрі дарылдап. Ой, құсырап отыр ма, әлде бірдеңе сұраудың ыңғайын таба алмай отыр ма, деп ойланды да, апасы, не істейміз енді? Бірдеңе жесең, қытығың кетсе ме екен? Деп сұрады. Бір-екі кәмпит болса, қытығым келмес еді, деп үдете жылады жабақ. Апасы не күлерін білмей, не ұрсарын білмей, кәмпит әкеліп беріп еді. Жабақ күліп жіберді. Шамасы қытығы келсе керек. Міне. Сөмке. Балтабай Әділов. Үй іші түгел бас қосып, таңертеңгі шайды ішіп отырғанбыз. Менің халатым көрінбейді, деді шешем. Менің жұмыс киімдерім жоқ,
деді әкем. Сарғыш көйлегім кеше ғана анау ілгіште тұрған. Білмеймін, жер жұтты ма, ұшты күйлі жоғалды, деді әжем. Оны айтасың, менің ескі пальтом мен бөркімде жоқ, деді атам. Ұры түсуі мүмкін емес. Сонда кім алады? Деп бәрі қайран қалды. Мен бұл інімнен келген пәле екенін білдім де жымиып қойдым. Кеше күн жексенбі еді. Әке шешем базарға кеткен. Атам мен әжем де жоқ. Үйде інім екеуміз ғана. Ол ауыз үйде бірдеңемен әлек. Мен төргі бөлмеде кітап оқып отырмын. Кенет ауыз үй күбір-сыбыр бола қалды. Көрші үйдің баласы Марат тұр. Самат жобытшы келді, деді ол. Шар, пистолет, машина, самолет, қармақ, қалам, сөмке, дәптер бәрі бар, деді. Жүр көрейік. Екеуі шыға жөнелді. Жарты сағаттай өткен. Ішке біреу кірді. Інім екенін сездім. Мұрны шуылдап, ауыз үйде біраз жүрді де шығып кетті. Міне, айыпкер інім алдымызда тұр. Басы салбырап кеткен. Үйдегі киімдерді жобытшыға тапсырғаның рас па? Деді әкем. Рас. Інімнің ерні болар болмас қыбыр етті. Неге айырбастадың? Деді әкем. Сөмкеге. Оны қайтпексің? Келесі жылы оқуға барам ғой. Әжем шыдай алмады. Орнынан тұрып, барып інімнің қолынан тартты. Кішкене ғана құлыншағым менің. Талабыңнан айналдым. Үйдегі бар киім жолыңа садаға. Кәне, сөмкеңді әкелші көрейін. Інім төргі бөлмеге жүгіріп кірді де, әдемі қызыл сөмкені алып шықты. Қуанышты. Дүкеннен ақ алып беретін едің ғой, деді біраз сабасына түскен шешем. Я саған, деді інім. Талай рет дүкенде жоғы кемтегенің қайда? Атам мен әжем немересін еркелетіп жатыр. Талабыңа нұр жаусын, жақсы оқидың бол. Ұмытшақ. Әміртай Бөриев. Еңбек сабағынан мұғалім қағаздан үйшік жасап келуді тапсырған. Әлденеге тыпыршып, байыз таппай отырған Ақтай ғана. Кеше әкесінің көмегімен жасаған үйшігін әлгінде ғана үзіліске шығара алдында парта үстіне қойып кеткен сияқты еді. Ұшты күйлі жоғалды. Аң-таң. Мүмкін емес, деді ол. Кім болса да біреу алған. Сол сәт парталас Дариғамен бірдей ренжісіп қалған есіне түсті. Я, сол әдейі қастықпен жоғалтып жібермесіне кім кепіл? Класқа апай кірді. Аралап көре бастадым. Кезек Ақтайға келді. Сен ше, деді мұғалім. Әкеп едім, деп күмілжіді. Жоқ, жоғалтып алдым. Мүмкін ұмытып үйде қалдырған шығарсың. Жоқ, әкелдім. Қойдым мына жерге. Ендеше кім алады? Деді мұғалім. Дариға, деді Ақтай бірден. Оқушылардың назары енді Дариғаға ауды. Мен алғам жоқ, деді ол жыламсырап. Осы басқа ешкім емес, деп нағыздады Ақтай.
Дариға жылап жіберді. Жарайды, деді мұғалім. Кейін анықтала жатар. Дариға мектептен қайтқан соң да жол бойы жылаумен болды. Оны ешкім де жұбатпады. Жыла, деді Ақтай іштей кекелеп. Біреудің затын ұрлаған қалай болады екен? Үйге келді де бірден өз бөлмесіне енді. Сөмкесін қоя бергенде терезе алдындағы өзінің кешегі үйшігі көзіне түсті. Сенбей ұстап та көрді. Дәл өзі. Ұялғаннан бетінен оты шықты. Дариғаға жөнсіз жала жауып қатты ренжіткеніне өкінді. Ақтай үйден шыға сала жүгіре жөнелді. Дариғадан кешірім сұрау керек қой. Кешірім. 330 бет. Кешірім. Айса Хамзаұлы. Тұрсын мектептен көңілсіз қайтты. Түнсіз отырып тамағын ішті. Бір кезде апа, әлгі біздің көшені сыпыратын атай ауруханаға түсіп қапты деді. Иә, бұл Бейнет дегенің де тілсіз жау екен ғой. Құрал жабдықтарын қоятын үйшігінің төбесін жөндеймін деп жүріп мертігіпті байғұс. Өткен сенбіде 2-3 бала үйшік төбесінің қара қағазын жыртып ішіне түсіпті. Көше сыпыратын сыпырғыларын алса керек. Бейбастақ балалар үйтіп бүлдіргенше сұрап алмай ма? Үйшіктің сап-сау төбесін бүлдіріп, алып шыққан сыпырғыларын айдалға тастап кетіпті. Ондай берекесіздер үйтіп мектеп айналасын тазалағанша ол жұмысқа қатыспай-ақ қоймай ма? Сөйлей жүріп, апасы жұмысына жиналды. Апа, ұрыспайсыз ба? Деді Тұрсын қипақтап. Не үшін? Екілік алғаннан салмысың? Жоқ, екілік емес, одан да жаман. Жол қысып келіп отыр екенсің ғой, жетпегені сол еді. Бәсе, желкеңді сипалай бергеніңнен ақ бір пәлені ішім сезіп еді. Апау, айтайын дегенім, аула сыпыратын атайға барсам деймін. Халін біліп, кешірім сұраймын. Хал сұрақ үшін қақты соқтымен жұмысы жоқ деп жүрген бала сен болсаң, көгертеді екенсің. Дәп қазір бар, жалғыз емес, қасыңда болған нөкерлеріңді де ертіп ал. Сендердің кешірім сұрағандарыңнан атып тұрып, шапқылап кете қоймас. Сөйтсе де жан жарасына себі тиер. Апасы жұмысына кетті. Тұрсын аула сыпыратын қарттың көңілін сұрай барды. Бір қателік өткен шығар. Ештеңе етпес. Бәрінен де қателіктеріңді түсіне білгендерің жақсы. Көл бақасыз болмас, адам қатесіз болмас, деді қарт. Осы кітап толған әңгіме. Егер бұл видео ұнаса,
болса, комментарийге ары қарай әңгімелер оқы деп жаз. Ал енді мен де ұйқыға кеттім. Айтқанымдай, мына сырғаларымды шешем. Бүгінгі видео саған ұнады деген ойдамын. Егер солай болса, не істеу керектігін білесің. Қайырлы түн. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет.